Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Аям, және де бұл очередной влог. Яғни мен бүгін уже 2 қыркүйек. Бүгінгі күннен бастап сіздерге влог түсіретін боламын. Қазір мен жұмыстамын. И бүгін обедке мен тамаққа келген болатынмын. Соны қазір холодильникке салып қою керек. Әзірге осылай салып келем, бірақ алдағы уақытта менде уже 2 күннен кейін ланчбокс заказ беремін, Каспийден сол келу керек. Еще таңертең менде 8-ден 9-ға дейін китайский сабақ болды курс. Вот. Еще мен түнгі 2:30-да ұйықтағам. Нешеде 7:40-да тұрдым, 5 сағат ұйықтадым. Таң ас ішіп үлгермедім, зато бізде қазір обед бар. Қазір сағат 10 ғой. Примерно 2 сағаттан кейін обед ішем сразу. Амал жоқ. Зато бүгін универ жоқ, чисто жұмыста боламын кешкі 6-ға дейін. Вот, менің жаңа маникюрым. И осындай кеше 990 теңгеге сақина сатып алдым Каспийдан. Әдемі болып тұр ғой қолым, машалла. Қазір мына аяқтан шығарам. Өзімнің компьютерімнен қосылмай қойды принтер. Енді амал жоқ, қосамыз. Міне достар, осындай менің келді. Қысашамыз. Вау, міне осындай сумкасымен, ішінде осындай термонесі бар. Білмеймін қаншалықты, но сәл болса да сақтайды жылылықты. Осындай размерде сумкасы. И және де ланчбокстың өзі осындай ашамысына сыртында нестір. Вот, 1400 мл былай жабылып ашылады мына жерінен. Қасық елкасын қолдансақ болады. Мына жерде сәл пышақ сияқты секапты, прикольно. Жабамыз. И мына шетінен ашамыз, короче. Екінші шетінен ашамыз да, и осылай ашылады. Яғни бұл осындай бөлек крышка. Потом осындай несі бар. Мынаны басып тұрып ашамыз. Ойбай. Міне үлкен ненің іші қатты терең емес, осындай примерно. Но болады, мына ортасын қозғалтуға болады. Мысалға, мына жеріне гарнир салып, мына жеріне подлив деген сияқты. И потом бетін мынамен жауып қоямын, короче. Деп жауып қоямын да. И мынандай кішкентайларына мен салат бірдеңелер салып. Күшті. Достар, мен киімімді ауыстырып алдым. Домашний образ, это спортивный образ. Енді қазір мен get and ready with me жасаймын. Бірінші очередь мен немді макияжымды сүртім керек. Как вы видите. Бастайық. Осындай Эвелиннің несі косметика кетіретін қалайды. Мицеллярная вода. Сонымен тез кетіреміз. Короче, былай. Все, сүртіп болдым. Енді мен осындай раундлардың умывашкасымен жуынатын боламын. Беркін жуатын боламын. Жуынатынымыз құдай сақтасын. Уже көп тұрғандай аз қалды. Жақында скоро новый саталамын. Да. Солай жағдай. Вот, осындай қағаты көпшіктеп аламыз. Ужинға осындай тамақ жасай салдым. Аз порцияда ішіп аламды. Ары қарай айлысқа дайындаламын. Пипка, сумки, вот. Ланчбоксым. Бірінші пара бітті. Кәсіпкерлік және бизнес. Вот. А я сижу такая. Мен қараңғы достар, менде сөз жаттаудың жаңа лайфхактары пайда болды. Ол негізі лайфхак емес, тиктоктағы лайфхак. Осындай қағазға сөзді жаттап жазамыз. Қалай десеңдер, бірінші мынау бағанға ағылшын сөз, екінші бағанға перевод, яғни орысша немесе қазақша. И сен мысалға бірінші осы 2 бағанға жазып аласыңдар. Потом мынаны былайынан бүктейсіңдер да. Мына жерде уже перевод болса, мына жерге ағылшыншасын қайтадан жазып шығасыңдар. Солай бүктеп перевод ағылшынша жазып шығу керексіңдер. Енді қазір мен бұны аяқтап жазамын. Мынау соңғы жері қалды уж, осыны толтырсайын. Вот, кешке салып алған тамағым осы. Так классно смотрится. Юбкамды аламын.
Қазір бізде достар китайский. Саня, нихао. Саня. Әлі демейсің ғой? Good morning, guys. Мен қазір жұмысқа келдім. Таңғы ас ішпен. И поэтому осындай сатыласалым болды. И су болды. Вот біз бизнес сабағында осылайша біреулер салатный бизнес жасады, басқа топтар. Вот. Біз осыны сатып алдық Санямен. Я, Саня? Сен жедің ғой, қандай екен? Әлі жемен ба? Нанның көлемі осындай, граммын олар білмейді вообще. И сосын ішінде осылайша имнаның типа құны 900 теңге.